Барлықтарыңызға сәлем, құрметті оқырмандар. Көп адамдар түсінбей жатыр. Сіз жүргізуші куәлігін алу үшін сізге автоцонға өз қалаңыздағы, автоцон дегеніміз мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығы. Сол жерге барасыз, жүргізуші куәлігіне сынақ тапсырасыз. Арнайы біздің үкімет дайындап қойған программа бар, сол бойынша сынақ тапсырасыз. Бірінші тест тапсырасыз. Тесттен 40 сұрақтан 32 сұрағына дұрыс жауап берсеңіз, сәтті өткен болып саналасыз. Одан кейін тесттен сәтті өткеннен кейін вождениеге барасыз, яғни көлік айдау сынағы. Көлік айдау сынағынан автодромы бар, сол автодромда көлік айдап жүріп өтіп беруіңіз керек. Белгілі бір ережелерді сақтап. Еш қиындығы жоқ. Ең бастысы сізге ережені түсіну керек. Ережені түсінсеңіз, ешқандай қиындықсыз жүргізуші куәлігін аласыз. Жалпы дайын болып барған адамға жүргізуші куәлігін алу 2 сағат уақыт. Яғни сіз егер дайын болсаңыз, сынақтан өтсеңіз, 2 сағатта сіз сынақтан өтуіңіз бар. Барлығын санаған кезде 2 сағат уақытта жүргізуші куәлігін алуға болады. Құрметті оқырмандар, біздің ПДД Қазақстан ұжымы осы тест сынағына толық дайындайды. Сіз тест сынағына толық дайын болып, 2 аптадан кейін барып, тесттен еш қиындықсыз өте аласыз. Құрметті оқырмандар, біз көптеген адамдарға көмектестік. Біздің парақшаны қарап, өздеріңіз нәтижелерді қарап, сол нәтижелердің егелерін қарап, өздеріңіз қарасаңыздар болады. Біздің парақшаны қарап, ақпаратты дұрыстап түсіне алыңыздар. Ешқандай қиындығы жоқ, барлығы түсінікті тілде. Біздің кітабымыз қазақша жазылған кітап. Ол кітапта ережені сізге толық түсіндіру мақсатында жазылған. Ол кітапты жазу мақсатым қазақ тілінде, жақсы түсінікті тілде именно жол ережесі туралы кітап болмады. Сол себепті мен түсінікті формада арнайы кестелерді қолданып, арнайы схемаларды, иллюстрацияларды қолдана отырып, осы кітапты шығардым. Сіздер кітапқа тапсырыс беріп, жол ережесін нақты түсіне алсаңыздар болады. Ал егер сіз жүргізуші куәлігін тездетіп алғыңыз келсе, сізге курсқа қатысу ұсынылады. Дайындық курсы бізде 2 апта жүреді. Доступ дайындық материалдарына 1 айға беріледі. Сіз 2 апта дайындықтан кейін автоцон сынағына толық дайын боласыз. Егер сіз көлік жүргізе алмасаңыз, сізге бірінші ереже үйреніп, автоцондағы тест сынағынан өтіп алу ұсынылады. Сіз сол тесттен өтіп алғаннан кейін барып, вождениеге, яғни көлік айдау сынағына бөлек дайындалсаңыз болады. Тест нәтижесі 3 айға жарамды. Одан қиналмаңыздар, ешқандай қиындық жоқ. Сол себепті, құрметті оқырмандар, ПДД Қазақстан парақшасын қарап, жеңілдіктер күнін жіберіп алмай, біздің курсымызға қатысып, кітабымызды алып, біздің парақшаны бақылап жүрсеңіздер, көп пайдалы ақпарат аласыздар. Жақындарыңызға осындай жүргізуші куәлігін жылдап ала алмай жүрген бауырларыңыз, туған туыстарыңыз, достарыңыз барлығына бөлісіп, ақпаратпен бөлісе отырыңыздар.